Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы алтын адам археологиялық олжасы. Оқушылар естеріңізде болса, өткен сабақта мен сіздер айтқам, осы тақырыптың 3 сағатқа берілгенін, бүгін екінші сабағын өтеміз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: есік обасынан табылған алтын адам кім? Сабақтың мақсаты Қазақстан аумағынан табылған археологиялық жәдігерлермен танысу, алтын адам деп аталуын зерделеу. Оқушылар ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, алтын адам археологиялық олжасына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Алтын адамның киімі қалай безендірілген? Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімде бейнеленген барыс, бұлан, таутеке, арқар, жылқы, түрлі құс бейнелері аң стилінде тамаша шеберлікпен жасалған. Аң стилі дегеніміз не? Біздің заманымыздан бұрынғы 8-7 ғасырларда Еуразия даласында аңдық стиль пайда болды. Оның негізгі тақырыбы аңдарды және аңыздағы ғажайыптарды бейнелеу. Аң стилі өнері сәндік сипатта қолданылды. Әртүрлі бейнелермен қола қазандар, құрбандық заттары, қару-жарақтар, ат әбзелдері мен киімдер әшекейленді. Сақтар бұл стильмен қалай танысқан? Аң стилі өнерінің дәстүрімен сақтар оңтүстік Батыс Азия мен Иранға жасаған жорықтарында танысты. Осы жерлерден сақтарға өмір ағашы дейтін арыстан бейнесі тарады. Бұл ұғым жергілікті жануарлар мен аң құстардың жылқы, қой, түйе, бұғы, ақбөкен, барыс, жолбарыс, бүркіт, қасқыр, қоян бейнелеріне ауысты. Алтын адамның бас киімі туралы не білесің? Жақұт тастармен әшекейленген сырға және қазіргі қазақтардың бас киімдеріне ұқсас шошақ төбелі, биіктігі 70 сантиметрге жететін бас киімі бар. Бас киім 150-ге жуық әшекей заттармен безендірілген. Биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 сантиметр шамасында. Бас киім әшекейлердің орналасуына қарай 3 бөліктен тұрады. Көк әлемі, жер әлемі, жер асты әлемі. Арқардың алтын бейнесі бас киімнің ең ұшында орналасқан. Ол таудың мұз басқан шың құздарын мекендеуші жануар Тәңірге бір табан жақын, кіршіксіз деп есептелген. 4 жебе нені білдіреді? Жан-жағындағы 4 жебе әлемнің 4 тарабын бейнелейді. Олар сабы жіңішке алтын лента мен спираль сияқты оралған, және жоғары жағы жапырақ тәрізді, ортасы қуыс болып келген. Бұл бас киімдегі жебе тәрізді әшекейлер әлемінің 4 бұрышын бейнелейді. Ал құстың қанаттары жоғарғы билікті, жоғарғы әлемді білдіреді. Алтын адамның киімдері тағы қалай әсемделген? Алтын адамның киімінің мойын жағы, жеңі, көкірегі алтын тоғалармен өрнектелген. Сақ ханзадасының қолында 2 алтын жүзік, құрастырмалы белбеуі болған. Алтын пластиналар жапсырылған қынапқа салынған ақинақ, қызыл қынапты ұзын семсер табылды. Сақ жауынгерінің шалбары да алтын тоғамен әшекейленген. Алтын адам кім болған? Алтын адамды жерлеу дәстүріне, киім үлгісіне қарап, сол заманда Жетісу жерін мекендеген сақтардың жас көсемі әскер басы деген тұжырым айтылды. Сақ жауынгері саусағына 2 алтын жүзік киген, оның біреуі сәнді бас киім киіп, қырын қарап тұрған адамның бас бейнесі бар алтын жүзік. Есік обасынан табылған алтын бұйымдардағы аң құстар, өсімдіктер бейнесі, жануарлар әлемі, ою өрнектер сақтардың өркениетін, хас шеберлігі мен талғамын паш етеді. Есік қорғанынан табылған жәдігерлерден құпиясы ашылмағандары бар ма? Есік қорғанына жүргізілген қазба жұмыстары барысында алтын адамның қасынан түбінде 26 таңбалы жазуы бар төңкерілген күміс тостаған табылғаны белгілі. Алтын адамның жанынан табылған күміс тостағандағы жазулар сол заманның өзінде Жетісу сақтарында жазу болғанын байқатады. Ол жазуды ғалымдар толық оқып ажырата алмай отыр. Сонымен қатар табылған көне жәдігер
сақ заманының материалдық мәдениеті, өнері, мифологиясы туралы мол мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Алтын адам сақ елінде өз заманына сай өркениеттің болғанын дәлелдейді. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Тапсырма: алтын адамның бас киімін кластер арқылы сипаттаңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.